Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Так, мына бүгінгі таңда қоғамда қазір атеистер деген шығып жатыр. Құдайдың жоқ деген жалпы негізі таңғаларлық жайт та. Алланың бар екен оларға логикалық түрде дәлелдеп бермесең, Құраннан дәлел әкелсең, басқа дәлел әкелсең ағылмайды да ол. Сондықтан да оларға Алланың бар екенін дәлелдейтін бірнеше логикалық және ақли дәлел ұсынғымыз келіп отыр да. Бұл негізі ғалымдарымыздың өздерінің классикалық еңбектерінде айтып кеткен негізгі нелердің бірі, дәлелдердің бірі. Бірнеше дәлел келтірейін мен. Бірінші дәлел бұл негізі мына не өзгереді, бұл жаратылған деген негізге негізделеді да, теорияға. Теория емес, аксиома десек те болады бұны. Не түсінбедіңдер? Не өзгереді, ол жаралған. Жоқ, түсінбедіңдер. Не өзгереді, ол жаралған. Әлемде қарасаңдар, бүкіл нәрсе өзгерісте. Бәрібірден. Мейлі сендер қазір жоқ, ол қазір атеистер табуы мүмкін, жоқ, тас бар ғой, өзгермейді. Тас өзгереді, жоңлады, үйтеді, бүйтеді, ол өзгереді. Өзгермейтін нәрсе жоқ әлемде. Неге өзгереді? Өйткені бұлар жаралған. То есть өзгеріспен жаралған бірге жүреді. Неге бұндай жағдай десең? Мәселен, мынаны алайын, мынау жасыл болуы мүмкін да. Мынау біраз уақыт кейін жасыл кете ме, кетпей ме? Немесе басқаша өзгере ме, өзгермей ме? Неге өзгеріс бұл жаралған деген мағынаны беру керек? Біз айтамыз, өзгерісте не пайда болып жатыр? Бірінші халден екінші халға ауысып жатыр ғой. Яғни бірінші хал таусылып, екінші хал басталып жатыр ма? Демек, о жерде таусылу мен басталу деген процесс орын алып жатыр ма? Енді теория аксиомаға бекітіледі. Кез келген басы бар, соңы бар нәрсе жаралған. То есть өзгерісте по-любому басы бар және соңы бар нәрсе орын алып жатыр. Мысалы, бір жағдай бітіп, басқа положениясы басталып жатыр ғой. Демек, қазір бірінші положениясының соңы болып жатыр, екінші положенияның несі болып жатыр? Басы болып жатыр. Енді ол тағы өзгереді ғой. Сол кезде ол положенияның соңы бітеді да, тағы да басқа положение басталып жатыр. Басы бар, соңы бар, басы бар, соңы бар деген түсінік шығып жатыр ма? Енді жігіттер, не ол басы бар, соңы бар? Не ол басы бар, соңы бар? Яғни, оның басы бар, және оның соңы бар. Бұл жаралған ба, жаралған емес пе? Жаралған. Демек, жаралған деген біз қазір неге кеп тұрмыз? Кез келген әлемде не өзгереді, бұл жаралған. Енді ол жаралған болатын болса, міндетті түрде оның несі болу керек? Жаратушысы болу керек. Өйткені жаралған деп не үшін айтасың сен оған? Егер ол жаратушы туралы әңгіме болмаса, жаралған деген үкім беріліп тұр оған, потому что оны бір жаратқан. Сондықтан да бұл жаралған нәрсесімен шығады. Демек, жаралған болатын болса, автоматически артынан жаратушы деген нәрсе бекітіледі. Егер жаратушы бекітілетін болатын болса, онда ол жаратушы өзінің жаратылғанына ұқсамауы керек. Егер сен жаратушысына, мынаның жаратушысы мынаған ұқсайды десең, бізде екі ақпарат тұрады. Мысалы, мынау жаратушысы болатын болса, мынау жаралғаны болатын болса. Либо мынау жаратушысы, мынаның жаратушысы мынау ғой, мынау не ұқсайды, не ұқсамайды деген екі ақпарат тұрады. Егер сен мынаны ұқсайды десең, мынау жаралған ғой, жаралғанға ұқсайтын нәрсе ол да жаралған. Демек, оның да несі бар? Жаратушысы бар. Получается, бізде уже мына жақта үшіншісін әкеп қою керек та. Ал егер мына үшіншісін әкеп тоже сол сұрақты қоямыз, мынау не жаралған ұқсайды, не ұқсамайды. Егер сен ұқсайды деп айтатын болсаң, ол да жаралған болады да, оның тағы да бір. Егер сөйтіп кете беретін болсақ, тәсәлсүл. Сам по себе негізі бүкіл физиктер және бүкіл жалпы сондай осы мәселеде жүрген логиктар, рационалистердің бәрі бір ауыздан айтады. Тәсәлсүл дейді, цепочка бар ғой, бесконечности. Бұл сам по себе неправильный нәрсе. Ол қалай? Мысалы, мен айтсам, сен 1000 теңге бар ма деймін. Сен отырды 1000 теңге бар ма дейді. Сен 1000 теңге бар ма? 1000 теңге бар, 1000 теңге бар. Бесконечности 1000 теңге сұрай берсе, 1000 теңге бар ма, жоқ па? Жоқ қой 1000 теңге. Қашан 1000 теңге болады? Если конечная точка бір отырып 1000 теңгені алып шығатын болса болады. Егер сондықтан да цепочка бесконечности деген сам по себе теория абсурдный. Ол негізі невозможно нәрсе. Демек, әлем бар ма қазір жігіттер? Демек, последний точкасы болған. Ол қашан болады? Егер ол мынау жаратушысы мынаған ұқсап отырса, ол болмай қала береді. Демек, бізде бір ақпарат қалады. Бұл мынаған ұқсамау керек. Ал мынау жаралған болатын болса, не жаралғанға ұқсамайды, ол уже жаралмаған болып есептелінеді. Сондықтан да біз айтамыз, бұл Алла жаралмаған дейміз, мынау жаралған дейміз.
Екінші мәселе, Алланың бар екеніне дәлелдейтін нәрсе, мына ғалымдарымыз заттарды үшке бөледі. Болуы міндетті дейді. Болуы мүмкін және болуы мүмкін абсурд деген заттар бар. Болуы абсурд дегеніміз бұл вообще логикаға келмейтін қисынсыз нәрселер. Өмірде бар болмыста орын алуы мүмкін емес нәрселер. Мысалы, Асет өзінің папасын туды деген сияқты әңгімелер. Бұл абсурд та. Қызылдың көгі деген сияқты. Қозғалыстың тыныштығы деген сияқты. Бұл абсурд нәрселер бар. Ондай болмайтын нәрсе. Не болмаса, Асет бар да жоқ. Болмаса, өлді тірі бір уақытта деген сияқты. Бұлар орын алмайтын нәрселер. Бұлар үшінші санаттан жатады. Болуы мүмкін емес нәрселер. Енді біз екі нәрсе қалды. Болуы міндетті және болуы мүмкін. Болуы мүмкінге не қандай да бір нәрсе болмастан бұрын болу да бар. Бар болу да мүмкін, жоқ болу да мүмкін жағдайда тұратын болса, бұл болуы мүмкін заттардан. Мысалы, мына фонарик. Мына фонарик қашанда бір жаралды ғой, иә? Бір жыл бұрын жаралды десек, бір жыл бұрын жаралмастан бұрын қандай үкімде тұрды ол? Бұл болу да мүмкін, болмау да мүмкін үкімде тұрады, иә? Кез келген зат жаралмастан бұрын болу да мүмкін, болмау да мүмкін үкімде тұратын болса, ол же болуы мүмкін заттардан. Енді осы болу мүмкін заттар жаралмастан бұрын оның болу да не болмау да екі тарабы бірдей тұрады. Дұрыс па? Мысалы, бір жыл бұрын, мысалы, Асет қай жылысың? 98. 97 жылы Асет бар болуы да мүмкін еді, жоқ болуы да мүмкін. Дұрыс па? 97-де әке шешесі білмеді ғой Асетті болады екен. Олар қандай ойда тұрды? Может болады, может болмайды деген. Демек, Асет бар болуы мүмкін заттардан да, екінші санаттан. Енді осы Асеттің бар болуы мүмкін емес, егер тек басқа бір оны барғымаса дейді. Ол қалай деген кезде, өйткені Асеттің бар болуы да жоқ болуы жағдай екеуі бірдей тұрған кезде, оны кім жоқтан барға шығарған? Оның өзі шығарады деп айта алмайсың, иә? Өйткені ол өзі жоқ. Екеуі тарап бірдей, мына бар болу жағы ықтималдығы да жоқ, көбірек ете емес та, екеуі бірдей де тұр. Егер екі тарап бірдей болатын болса, оның бар болу мүмкін емес, егер тек үшінші тарап оны жоқтан барға шығармаса дейді. Бұл теория тоже аксиома негізі. Түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан да Асеттің бар болуы оның бір жаратушы алып шыққандығын айтады. То есть қараңыздар, 97 жылы Асет бар болу да мүмкін еді, жоқ болу да мүмкін. Екі тарап қой, бар болып тұру, немесе жоқ болып тұру. Екі тарабы бірдей ме еді? Енді екі тарап бірдей болатын болса, қалай ол өздігінен не болмаса, бар болу жағы көбірек басым болып жоқ болуына қарағанда шығып кетті деп айта аласың. Бірдей болып тұр да бұл. Қандай нәрсе екеуінің тарапы бірдей болатын болса, оны тек қана біреу шығармаса бар болуға, онда мүмкін емес Асеттің бар болуы. Оны тек қана біреу бар қылып отыр. Енді оны түсінсеңдер, түсінбесеңдер сол енді. Бұл кішкене ілім керек негізі. Тағы да бір теория бар. Құдайдың бар екенін дәлелдейтін тағы бір теория. Бұл енді жеңіл, сендерге жеңіл түсінікті болу нәрсесін айтайын. Бұл сенің қалауыңның орындалмауы. Сенің қалауыңның кейбір нәрседе орындалмауы біреудің қалауының орындалуын айтады. Өйткені бұл дүниеде бәрібір де біреудің қалауымен бір нәрсе орындайды болды. Әбетсе өздігінен ештеңе орындамайды. Енді сен постоянно қалауын орындай ма? Алланың қалауын орындап тұр. Сенің қалауың қашан орындамайды, сол кезде Алланың қалауы орындап тұр да. Өйткені ол қалап сенің қалауын орындамаған. Өйткені сенің қалауың орындай болатын болса, онда сен постоянно қалауың орындала беретін еді. Мысалы, сен қартайғанын тоқтата аласың ба? Болды. Кім істеп жатыр бұны? Біреу істеп жатыр. Значит, біреу қалап тұр. Сондықтан сен ештеңе істей алмайсың. Ештеңе істей алмайсың. Бұл жерде, бұл дүниеде тоже мынандай негізі теория бар. Қандай да бір іс-әрекет біреусіз мүмкін емес болу. Біреудің іс-әрекетімен болып жатыр. Егер сенің бойыңда бір іс-әрекеттер болса, оны сен жасап жатпасаң, оны кім жасап жатыр? Алла жасап жатыр. Имам Матуриди өзінің Китабу Таухид деген, Тауилат деген еңбегінде айтады. Алланың бар екеніне дәлел адамның қалай да болса ұйқыға кіруі дейді. Сен қаласаң да қаламасаң да ұйықтайсың. Сен мен ұйықтамаймын, бұл өмірде мен ұйықтамай өмір сүремін дейші, қанша шыдайсың? Сенің қаламасаң да бәрібір мәжбүрлі түрде ұйқыға кіруің Алланың бар екенін көрсетеді. Потому что мүмкін емес дейді да, сенің қалауың орындалмай тұр ғой негізі, иә? Демек біреудің қалауы орындалады. Сен мәжбүрлі түрде кіргізіп жатыр дейді.
Сен мәжбүрлі түрде өлтіріп жатыр ғой жігіттер. Саған сол жетпей ма неге? Сен мәжбүрлі, сен қаламасаң да сені өлтіреді. Оның біреудің бар екенін көрсетеді. Егер бәрі өзіңнің қолыңда және ешкім болмаса, неменеге өлесің сен? Бұл қандай неге негізделеді теорияға? Қандай да бір іс-әрекет орын алса, оның бір істеушісі бар. Сондықтан бұл да негізі дәлел болады Алланың бар екеніне. Енді негізі әңгіме көп Алланың бар екенін дәлелдерін. Осы жетеді деп ойлаймын.